саламатсызбы? Кереметсиңби, кайырлуу күн. Ерсултан, биз өткөндө гамманы үйрөнгөн болотунбуз, өткөн сабакта, Кабарың бар, домбуранын башама күйлөрдү билетин азаматсың. Эми гаммына өткөн сабакта бир шолук жасап алайык, Кандай гамма? До мажор гамма. До мажор гаммасы. Тамаша, берекелі. Өткен тапсырмалардың барлығын жақсы меңгеріпсің. Тамаша, керемет. Енді толықтырып кетейін. Мына до мажор гаммасында төменге қарай түсті ғой, төменгі додан қайтатын кезде сол додан сол қағыспен бастайсыз. Мысалға, төмен қағатын болсаңыз, пиццикатымен. Содан бастайсыз. Бұл енді толықтыру алдағы уақытта, бұл дұрысталатын кішігірім нәрсе. Жалпы мына саусақ қойылымыңыз, ойнау барысыңыз біраз дамып қапты, Кішкентай полька, Кабалевскийдің кішкентай полькасы, ойнап көрсете ғой. Бәрекелді, тамаша, керемет. Мынандай қарқынмен жақсы асықпай ойнауға тырысу керек, сонда да, алып қосар ештеңем жоқ. Тамаша, бірақ дайындықты күнде тоқтатпаңыз. Саусақтардың ойнау позициясын ұмытпаусыз. Ойнаған кезде мынау кішкене саусақты кішкене бос ұстаңыз, саусақты ойнаған кезде. Жылжып отыруға ыңғайлы қылып. Қабыстырмаңыз. Просто жай ғана бүгіп жанында ұстасаңыз болды. Жарайды ма? Өткендегі сабақтағыдан айтқан нәрселердің барлығынан қорытынды шығарғансыз. Саусақтарыңыз едәуір жиналған, жинақы. Кішкене машықтанған баланың дайындық екені көрініп тұр. Бірінші сабағымыздан қарағанда, бүгінгі сабағымыз жер мен көктей. Дәл осы беттен тайынбаңыз. Кішкентай Полька Кабалевскийдің пьесасын жаттадық. Гаммамыз дайын тұр. Ешқандай асықпай, ешкім көп келатқан жоқ. Қорықпай, нақты, осылай сенімді ойнап беремін. Жарайды ма? Жақсы. Жақсы, тамаша. Сау бол.